Достар, алдыңғы видеода сникерс конфетін үйде қалай жасағанымды айтқан болатынмын, ал бүгін Наполеон тортын қалай жасағанымды айтамын. Ол үшін дайын слоено-дрожжевой тестаны алып, 20-30 минутқа духовкаға салып пісіремін. Крем дайындаймын. Кремге 33% сливки, оған сахарный пудраны қосып, осылай қойылатып араластырып дайындап аламын. Одан кейін жаңағы піскен қорждарымды алып шығып, бөліктерге бөліп аламын. Одан кейін арасына осылай кремді жағып шығамын. Қалған қоржды ұсақтатып алып, үстіне жаңағы жан-жағына сеуіп шығамын. Одан кейін 2 сағатқа оны холодильникке қойып қоямын. Менің TikTok каналымда басқа да рецепттер бар, көріп комментарий жазып кетулеріңізге болады. Міне осылай 2 сағаттан кейін алып шығамыз да, бөліктерге бөліп, шай ішуге өте керемет торт. Осылай жасап көрулеріңізге болады. Келесі видеода жұмсақ булочка жасаймын, сол видеоларды өткізіп алмаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше.